Бизнес үлкен құмарлық пен аз ғана ережеден тұратын өте қызық ойын. Бұл американдық кәсіпкер, филантроп, әлемдегі ең бай адам Билл Гейтстің сөзі. Мұнымен келіспеске болмас, өткен өмірде бір нәрсеге шексіз, жалпы риясыз, көзсіз құштарлық қана адамды соған жеткізеді емес пе? Бұл туралы бүгін біздің кейіпкеріміз, қонағымыз не дейді екен? Іскер студиясының қонағы, мейманы, Қазақстан сауда кәсіпорындар қауымдастығының вице-президенті Таукен Қайырлы Кеңесбекұлы. Кәсіпкер азамат. Қош келдіңіз. Қайырлы Кеңесбекұлы, менің білуімше, сіз осы Астана қаласында орналасқан ең ірі сауда орталықтары Шанхай, Биг Шанхай, Самғау және Көк базар базарларының иесісіз, е? Жаңа Билл Гейтстің сөзін естіңіз ғой, бизнес үлкен ойын дейді ол кісі. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің сипаттамаңыз бизнеске? Бизнес бірінші енді бұл үлкен тәуекел. Тәуекел, және кез келген бастаған істі адам өзі сеніп істеу керек. Бірінші рет істеп тұрса да, соны күнделікті істеп жүрген сияқты, соның нәтижесінің болатынына еңбектеніп, егер де болмай жататын жер болса, бүгін болмаса ертең болады деген сондай сеніммен беріліп істеу керек. Міндетті түрде оның нәтижесі болады. Тәуекелсіз болмайды. Тәуекелсіз болмайды. Қайырлы Кеңесбекұлы, осы студияға келген қонақтарымыз бизнеске қалай келгенін бірінші бастап әңгімелейді. Біреуі жаңағы өзіңіз айтпақшы тәуекел қуып, біреуі жаңа қажеттілікке байланысты, енді бір адам жаңа шарасыздықтан келеді екен. Сіз бизнеске қалай келдіңіз? Біздің бизнесіміз жалпы жанұялық бизнес. Біз апайымыз екеуміз бірге бастағанбыз. Алматыда қазақ қасиетті қара шаңырақ қазақ мемлекеттік университетінде заң факультетінде оқып жүріп, алғашқы бірінші курстан бастағанбыз бизнесті. Ол кезде жатақханаларда нан сатудан бастадық біз. Содан кейін көрдік студенттердің жәнегі сұранысы негізінен қандай тағамдарға болады. Сол тағамдарды саттық. Одан кейін бір жатақхана, одан кейін сол Казгу ішінде 3 жатақхана аштық, одан кейін мединститутқа бардық, одан кейін архитектураға бардық. Сөйтіп қаланың ішінде 18 нүкте аштық сондай. Бұл өте тиімді бизнес екеніне көзіміз жетті, және қолымыздан келетініне. Студент бола тұра ақша жасадыңыз? Бірінші курстан, одан бұрын да айналысқанбыз. Кейін Астанаға келгеннен кейін біз осы әлеуметтік бағыттағы, соның ішінде базар форматында сауда орындарын ең алғаш Көк базарда аштық. Бұл Алаш бойында болатын. Сол кезде қаланың ең шеті болатын. Көп өзіміздің туған туысқандарымыз сондай бір сұрақпен қарады, неге қаланың шетінде осындай сауда орнын ашып жатсыздар деп. Ал енді араласатын достарымыз қалжыңқыпты айтатын, сендер ана Қарағандыдан ашып жатсыңдар, салып жатсыңдар деген сияқты. Бірақ үлкен мегаполисте Астанада біз көрдік, ортадағы көп базарлардың ертеме кешпей қаланың шетіне шығатын. Бұл енді тек қана Алматы емес, дүние жүзінің өзінің тәжірибесі. Сол өзін тостырған жоқ. 2006 жылы және қаланың ортасындағы базарларды сыртқа көшіру керек деген әңгіме туындады. Ал 2007 жылдың басынан бастап, сол кезде ең бірінші біз сол базарларды қабылдауға дайын болғандықтан, қаланың ортасынан 6 базарды бізге көшірді. Сөйтіп біздің Көк базар, Алла берем десе терезеден береді ғой. Жәнегі тәуекелге салып, ешқандай ақпаратымыз жоқ. Қаражат алып, Нұрбанктен сөйтіп салған объектіміз бір айдың ішінде бірден толып кетті. Тамаша. Қайырлы Кеңесбекұлы, сіз хабарға қонақ болып, мейман болып келеді дегеннен кейін мен әдейілеп қаланың сырты болса да, өзіңіз айтпақшы, барлық базарларды аралап шықтым, көрдім. Қаланың тең жартысы сол жақта саудалап жүрген сияқты. Сенбі күні барған болатынмын. Демек, адам көп қой. Келімді, кетімді адам көп екен. Сауда жасап жүрген адамдар көп. Демек, сіздің де бизнесіңіз табысты болып тұр ғой, е? Міндетті түрде. Көп түкірсе көл болады дейді. Бұл көпшіліктің жүретін жері. Бірақ ескеретін бір жайт, бұл жерде сондай орып толағай табыс табу мүмкін емес, бірақ Құдайға шүкір. Бөлісе аласыз ба, жылдық табысыңыз қанша болады, шамамен? Біздің салығымыздың өзі, мүліктік салығымыз жылына 60 миллионға шамасында біз үкіметке тек қана мүлік салығын төлейміз. Одан қоса жер салығы бар, қосымша құн салығы бар, құн салығы, басқа салықтар, олар бөлек төленетін нәрселер. Содан кейін өзіміздің жәнегі
бірнеше миллиард алған кредитіміз бар. Екінші банк, коммерциялық банктерден оларды біз ұзақ мерзімге алғанбыз. 7 жылға, 10 жылға, 15 жылға. Міне соларды қазір төлеп жатырмыз барлық. Кейін сол кредиттердің бәрін төлеп болғаннан кейін мен сізге бейбіл еркін түрде айта аламын, біз тауып жатқанымыз жақсы деп. Әзірше банкке жұмыс жасап жатырмыз. Осындай пайда тауып жатырмын деп айтасыз ғой. Жарайды, ол күнге де жетерміз. Жаңа айтып жатырсыз ғой, қосымша құн салығы, жер салығы, мүлік салығы, жалпы мемлекетке салық төлеп жатырсыз. Енді айтыңызшы, осы сіз өзіңіз бизнесменсіз, елге бизнес жасауға мүмкіндік беріп отырсыз, орын беріп отырсыз, мысалы саудагерлерге дегендей. Ол кісілер өзінің бизнесін жасау үшін, мысалы ауылдан бір азамат келді делік, базарға тұрып сауда жасағысы келеді. Қайда бару керек? Кімге жолығу керек, қанша ақша төлеу керек, сол туралы айтсақ. Жалпы біз және жоғарыда айтып кеттім ғой, әлеуметтік объектілер деп, себебі базар деген бұл халықтікі. Кез келген адам саудамен айналсам десе, оған мүмкіншілік бар. Бұрын бізде әр күн шыққанда талон беретін мемлекеттік кәсіпорын болатын. Бір талон беретін шыққан күніне. Қазір енді ондай жұмыс басқаша ұйымдастырылды. Жүйе өзгерді. Салық заңнамасына өзгерістер енгеннен кейін қазір саудамен айналысатын адам барлығы кәсіпкер болып тіркелген. Соның ішінде біздің өзіміздің азаматтардан басқа шетел азаматтары да бар. Жәнегі уақытша бізде тіркелген азаматтар, олар салық субъектісі ретінде, олар да кәсіпкер. Олар да салығын төлеп жатыр. Олар жақын алыстан келетін, мысалы Қырғызстаннан, Өзбекстаннан көбінесе, Ресейдің азаматтары бар. Олар да бізде саудамен айналысады. Ал енді ауылдан келген азаматтар. Жалпы егерде 90 жылдың басына алатын болсақ, тек қана біздер ғана емес, біздің қазіргі марғасқа үлкен бизнестің акуласы ағаларымыз сол кезде осы базарда сауда жасаған азаматтар, апайлар, бүгін міне үлкен біздің бетке ұстар. Кәсіпкер, іскер азаматтар болып іскер азаматтар болып отыр. Сондықтан да бұл базарда көптеген адамдар өзінің тәжірибесін жинайды, содан кейін ысылады. Себебі бәсеке деген өте жоғары. Ал енді орынды қалай алуға болады? Бізде орын алу жалға беру бөлімі бар, сонда барады. Бізде барлық бос орындар қандай бар, соның аттары жазылып тұрады. Күніне шамамен қанша теңге төлену керек орынға? Соны айта аласыз ба? Күніне, қазір айтайын сізге, күніне 25 теңгеден 35 теңгеге. Бір метр, бір шаршы метрге. 25 теңге, 35 теңге аралығына. Жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз, Өзбекстан, Қырғызстан азаматтары келеді деп. Ал сіз басқарып отырған сауда орындары біздің отандық кәсіпкерлерге, отандық өнім өндірушілерге белгілі бір жеңілдіктер қарастырған ба? Қазір отандық тауар өндірушілерге біз арнайы 5000 шаршы метр ұйымдастырып, осы қауымдастық Қазақстан кәсіпорындар қауымдастығы араласып, халық маркасымен бірлесіп ұйымдастырып отырмыз. 5000 шаршы метрге бүгінгі күні 100-ден аса кәсіпорындар өз тауарларын қойып жатыр. Жалпы ниет білдірген 300-ден аса кәсіпорын бар Қазақстан бойынша. Әр облыстардан, аймақтардан. Енді біздің ойымыз, егерде осы 5000-ді толтыратын болсақ, тағы да сұраныс болатын болса, келесі қабатқа тағы да 5000 шаршы метрді беру. Жалпы қалай жұмыс ұйымдастырылған бұл жерде? Бұл жерде негізінен сатумен айналысатын және оның жарнамасымен айналысатын, тауардың жылжуына жауап беретін бұл халық маркасы, тәжірибесі бұл салада бар. Оның басшысы Рима деген қарындасымыз. Бүгінгі күні ат салысып, сонымен айналысып жүр. Демек, отандық өндірушілермен байланыс бар. Жағдай жасалып жатыр. Жағдай жасалып жатыр. Біздің мақсатымыз да сол отандық тауар өндірушілерге жағдай жасау. Неге? Айталық, ірі кәсіпорындар олар өздерінің қызметкерлерін ұстайды, маркетологын ұстайды, менеджмент оларда дамыған, сондықтан олардың ондай қажеттілігі шамалы. Қазір біз елбасы айтқандай негізгі экономикалық тұрақтылықтың, сондай-ақ саяси біздің тұрақтылығымыздың тұғыры бұл шағын және орта бизнес. Міне осы өкілдерге біз қолдау көрсетуіміз керек. Қолдау қандай біздің жағымыздан болады? Ол
Мысалы, халық маркасын алған адамдар, кәсіпорындар, олар тегін 1 жылға дейін арендасын төлемейді. Бірінші. Екінші, Ол да жеңілдік. Ол үлкен жеңілдік деп санауымыз керек. бірінші жеңілдік. Екінші жеңілдік, ол өзінің өкілін ұстамайды, маркетологға ақша бөлмейді, жәнегі басқа да шығындары болмайды жарнамаға. Оны өз мойнына халық маркасы алады. Тауарды сатуды. Сондықтан да мен ойлаймын, жәнегі шағын орта бизнеспен айналысатын, өндіріспен айналысатын біздің кәсіпкерлер осы мүмкіншілікті пайдаланса екен деп. Бүгінгі күні ақпарат беріп жатырмыз, бірақ әлі де жеткіліксіз болса керек. Себебі бізде кәсіпорындар көп. Мысалы, Өз алдына өнім өндірумен айналысып жатырғандар азаматтар бар ғой? Әрине. Біздер тұтынушылар келіп жатып сұрап жатады. Ой, бізде осындай өндіріле ме, біз бұрын білген жоқпыз ғой. Бізде осындай аяқ киім тігіле ме екен? Осындай бізде киім бар ма екен? Немесе осындай жиһаз бар ма екен деген сияқты. Оның бәрі бізде бар, және жасалып та жатыр, жасайтын ойы бар кәсіпкерлерде бар. Сондықтан да өз тарапымыздан осындай бір мүмкіншілік жасап жатырмыз. Ал жасайтын ойы бар азаматтарға қандай көмектеріңіз бар? Сіз бизнесмен бола тұра, мынау үлкен қауымдастықтың вице-президентісіз. Қауымдастықтың қызметін атқарып отырсыз. Біздің қауымдастықтың бағыты бұл сауда. Біз өндіріске араласпаймыз. Өндіріспен айналысатын ол басқа қауымдастық бар. Сол өндірістің айналасындағы кәсіпкерлердің құрғаны. Сауда қауымдастығы аясында сіздер жаңағы орындарды жеңілдікпен бересіздер. Сауда деген жалпы бұл өзі бөлек бір экономиканың саласы. Кейбірде көп азаматтар түсінбей жатады. Ол сауда деген не? Алыс беріс деген сияқты. Бірақ өздеріңіз байқасаңыздар, мемлекет басшысы кездескен кезде бір-бірімен, үкімет басшылары кездескен кезде ең бірінші әңгіме сауда жөнінде жүреді. Сауданы дамыту, алыс берісті арттыру. Енді оны былай қойғанның өзінде құда-құданың арасында да жүретін сол ғой, алыс беріс. Сондықтан да біз ойлаймыз, ең бірінші жалпы шығарған тауарды өткізу мәселесі. Егер де тауар шығып, ол өтпейтін болса, онда оның әрі дамуына мүмкіншілік болмайды. Қайтадан тауар шығарына. Біз нақты осы сұрақты жылжытайық деп отырмыз. Қандай да тауар шықты ма, біз оны жылжытуымыз керек. Мысалы, қол өнерді айталық. Бізде қол өнершілер көп қой. Шеберханалар көп, үйінде жасап жататындар бар. Ал шетелдік, мысалы, көп қонақтар келеді бізге. Күтіп аламыз, қонақжайға орналастырамыз, сосын шығып сұрайтыны бар. Қай жерден біз осы қазақтың бір жақсы қол өнерін елімізге апарып кетсек деп. Сонда әр жерде ғой бізде, әр сауда орындарында, мысалы, көлемі де көп емес. Соны қазір алдымызға мақсат қойып отырмыз. Қазақстан қол өнер шеберханаларын шыққан өнімдерін бәрін бір 5000 шаршы метрге жинасақ деп. Сол кезде кез келген адам білет. Таңдап алуға болады, қалағанын алуға болады. Екінші, жас қолөнершілерге, содан жас мына суретшілерге біздің тегін орын беріп, солардың выставкасын ұйымдастырсақ. Келіп, өздерінің суреттерін қойсын, халық көрсін, танысын, ода солар ертең творчествосын одан әрі дамуына, одан әрі жетілуіне, қаражат табуына көмек болады деп ойлап жүрміз. Дегенмен аға, қоғамда белгілі бір талқылау бар, мына базарларды қазіргі заманның талабына сай жетілдіру, дамыту деген сияқты. Жалпы Астана базарлары осындай заманауи талаптарға сай ма қазіргі? Бибігүл, енді бұл заң саласында реттеліп отыр бүгінгі күні. 2018-де күшіне енеді. Астана қаласы мен Алматы қаласында сыртта мына контейнер, содан кейін сыртта алба-жұлба жәнегі сауда орындары, бұлардың бәрі болмайды. Заң қалай күшіне енеді, солай орындалу керек деп түсінемін. Ал енді бұл қайдан келді бізге? 90-шы жылдың басында бір формациядан мына екінші формацияға ауысқан кезде, өзіңіз білесіз, 2-3 жоғарғы білім бар, өзіміздің ағаларымыз, апайларымыз, құрдастарымыз, замандастарымыз бәрі базарға шықты. Сол кезден солдан бастап бүгінгі күнге дейін созылып келе жатқан мәселе. Әрине, біздің қауымдастықтың жалпы кәсіпкерлер бәрі жаңа өркениетті саудаға көшуді қолдап отыр. Бірақ бұл жерде екінші мәселе бар. Бүгінгі күні нақты бізде жүйеленген ұсыныс жоқ. Бұл қалай көшу керек? Содан мемлекет тарапынан қандай бағдарламалар бар? Қалай қолдау керек? Оны қалай мүдделету керек?
жәнегі сауда елдерін, сауда объектілерін, кәсіпкерлерді жаңа сол өркениетті сауда орындарын салуға. Бірақ бүгінгі 60-70% кәсіпкерлер өздері қайта құрып, немесе жаңғыртып, жаңадан салып жатыр. Бұл салада әлі де жұмыстар көп. Өз қауымдастығымыздың тарапынан біз өз мүшелерімізге түсіндіріп жатырмыз. Бүгін қимылдау керек. Ертең кеш болады. Себебі өздеріңіз білесіз, Алматыда қандай мәселелер болғанын. Оны мемлекет тарапынан бүгінгі күні ешкім есептеп жатқан жоқ. Айталық. Демек, мемлекет тарапынан реттеу керек. Мемлекет тарапында, қоғам тарапынан да бұны біз қазір түсіндіруіміз керек. Неге? Мысалы, дереу шешуге болады. Әкімшілік механизмдерді қосып. Мысалы, жауып тастап, жоқ болды істемейсіздер, сіздер мына жаңаға көшесіздер, немесе жаңа салыңыздар деген. Бірақ қанша адам жұмыссыз қалады? Бірінші мәселе. Қазір қанша адам базардың айналасында жұмыста жүр аға? Қазір айтайын сізге. Екінші мәселе. Қанша бюджетке ақша түспей қалады? Жәнегілердің бәрін бизнесі тоқтайды ғой. Әлбетте. Сол емес пе? Үшінші мәселе. Сол орындарында жұмыс жасап отырғанда қанша адам кредит алды, баласын оқытып жатыр. Сол емес пе? Мүмкін өзінің емделуіне төледі. Соны кім ертең соларға қолдау көрсетеді? Соны ойлауымыз керек. Бұны алдын ала ойлап, соған жеткізбеуіміз керек. Біздің мысалы өз объектілерімізді айталық, біздің мына өзіңіз атап өткен Көк базарда, Бесшанқайда, мына Самғауда бүгінгі таңда 4,5 мың адам жұмыс тауып отыр. Сол жерде өздерінің нанын тауып отыр. Еңбек қылып. Ескеруіміз керек, бір сауда орны қосымша тағы да 3-4 орын ашады. Жұмыс орын береді. Олардың қаншама жәнегі семьялары бар. Жалпы базарда қызмет етіп жүрген республика бойынша 180 мың, 200 мың арасында халық. Енді жәнегіде есептейтін болсақ, жалпы осы жерде 700 мыңға тарта халық сонда өзінің нәпақасын тауып отыр. Содан да түсінуге болады дейсіз ғой. Жаңа айтып қалдыңыз, базардың өркениетін қалыптастыру деп, өркениетті базар қалыптастыру. Жалпы бір кездерде осы тарихта бар ғой, Стамбулда әшкерелеген мысалы Египет базары бар. Қазірде Гранд базар бүкіл туристердің көретін, баратын негізгі мекені жеріне айналды. Сол сияқты алысқа бармай қоя Қырғызстанда мысалы Дордой базары. Жалпы осы біздің Қазақстанда осы тарихи сауда орнын қалыптастыру, тарихи базарды қалыптастыру мүмкін бе? Неге біз соған байланысты бір жүйе жасамаймыз? Біздің де бір тарихи орындарымыз болу керек шығар. Өте дұрыс айтасыз, Бибігүл. Мен Дордойда, жәнегі Дордойдың иесі Асеке Байекемен араласып тұрып, ол кісінің енді базар басқа форматта. Ол жерде таза бәрі контейнер. Таза контейнер. Ал енді біздің бағытымыз қазір бұл ғимаратқа көшу. Ғимаратқа көшкен кезде бізде мемлекеттік қызметтегі кейбір азаматтар мынадай ұсыныс жасаған бір комиссияда. Базар деген жалпы болмасын. Біз мына Астанаға кіргенде кіреберістерде торгово-логистик центр дейді. Үлкен жәнегі былайша айтқан кезде гипермаркеттер салайық. Содан кейін тұтынушылардың біз жәнегі қажетін қамтамасыз етеміз деп. Біздер қауымдастық тарапынан оған қарсы шықтық. Не деген ол салыстырмалы түрде алатын болсақ, гипермаркет деген оның бір ғана иесі бар. Сол пайда көреді. А базар деген бұл көпшілікке жұмыс береді. Көпшілік өзінің рыздығын алады сол жерден. Көпшілік соның пайдасын көреді. Бұл жалпы базар деген адам болғалы. Содан кейін мына өзінің қажеттілігін артық қалған затты бір-бірімен алмасып үйренген кезде сол сатып алушы мен сатушыды кездестіретін орын базар. Өмірдің өзін қазақ айтады. Мысалы 40-тың кезінде болса базардың ішінде жүр дейді. 60-қа тақып қалса базардан келе жатыр дейді. 40-қа дейін базарға бар жатыр дейді. Сондықтан да біздің өміріміздің өзі базар. Содан кейін базардың қызығы неде? Біз енді шығыс мемлекетіміз. Сондықтан да бұл біздің менталитетіміз, біздің шығыстың ерекшелігі. Мысалы шетелдіктер келген кезге бізде айтпайды, гипермаркетке апаршы деп. Айтады, осы жергілікті базар бар ма? Барайық деп. Неге? Ол біздің болмысымызды білгісі келеді. Сондықтан да біз ғимаратқа көшірген кезде осы бір ерекшелігімізді жоғалтпауымыз керек. Көп рахмет, қайырлы Кеңесбекұлы. Жалпы кәсіптің адамы іске шапшаң келеді, сөзге сараң келеді ғой. Бірақ сіз бүгін ағыңыздан жарылып, ойыңызды, пікіріңізді айтып жатырсыз. Сол үшін уақыт бөліп келгеніңіз үшін, сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Сіздердің көргендеріңіз іскер бағдарламасы. Табысты болыңыздар. Сау болыңыз.